судак балығы рецепті. Судак балықты осылай тазалап аламыз. Басы мен құйрығын отдельно кесіп аламыз. Және де судак балықтың филесін алып, осындай бөліктерге бөлеміз. Сүйегін керек емес. Бізге судак балықтың филесін маринаттаймыз. Маринатына бізге тұз, паприка, қарабұрыш және лимонный сок керек болады. Балығымызды маринаттап, кішкене қойып қоямыз да. Темпурная мукаға, осындай базарда сатылады. Темпурная мукаға араластырып тұрып, майға қуырып аламыз. Қызып тұрған майымызда судак балығын қызартырып қуырамыз. Біздің қуырған балығымыз осындай болды. Қазір сіздерге әдемілеп тарелкаге афаменемен жасап көрсетемін. Бірінші салат жапырағын осылай тарелкамызға қойып, балықтың басын қоямыз, құйрығын қоямыз. Қуырып алған балықтың еттерін осылай әдемілеп тарелкаға балық формасын жасап шығарамыз. Балығымыз осындай болды. Дайын болған балығымызды осылай тарелкаге жақсылап салып болғаннан кейін осылай үстінен светили соусын құямыз. Үстінен қойып шығамыз. Біздің балығымыз дайын.